Сәлем достар, бүгін мен сіздермен құрт жасау жолымен таныстырайын деп отырмын. Ол үшін бізге тартылған сүт, тартылмаған сүтті пайдалануға болады. Әрине, мен тартылған сүттен пайдаланамын. Тартылған сүтті жылытып, үстіне айран қоямыз да жылы жерге қоямыз. Осылай сүтіміз ұйыды. Содан кейін барып, оны ыдысқа құйып, көк суынан сорғытып аламыз. Қапшықтарға құйып, далаға іліп қоямыз. Әбден суынан арылғанша осылай тұрады. Міне әбден суынан арылған сүзбеміздің үстіне тұз саламыз татымына қарай. Жақсылап араластырамыз. Жақсылап араластырып болғаннан кейін енді құртымызды бастаймыз. Құртымызды осылай кебу үшін далаға қоямыз, оның бетін жауып қоямыз. Қазір міне шыбындар барлығы шығып жатқандықтан бүліндірмеу үшін далаға жақсы кебеді. Міне осындай керемет құрт шығады. Өте дәмді. Құртымыз әбден кеуіп осылай кішірейеді. Содан кейін оны барып тоңазытқышқа пакетке салып қойса, қысқа жақсы сақталады. Менің каналыма тіркеліп, лайк басып, комментарий жазып кетіңіздер. Қоңыраушаны басуды ұмытпайық. Ас болсын, сау болыңыздар.